Мен ол күнді ешқашан ұмытпаймын деп ойлайтын едім. Бәрі әдеттегідей басталған. Таңертең күйеуім Ернар жұмысқа асығып жиналды. Ал мен ас үйде шай құйып тұрып, оның галстугын түзетіп қойдым. Ол маған күлімсіреп қарады да маңдайымнан сүйді. Кешке кешігемін, жиналыс бар деді. Мен басымды изедім. Сол сәтте ішімде бір ғана ой болды. Бәрі қалыпты, бірақ адамдар кейде ең үлкен өтірікті ең тыныш күндердің ішіне жасырады екен. Түстен кейін мен әпкем Айгүлге баруды шештім. Соңғы кездері ол маған салқын көрінетін. Хабарламалары қысқа, дауысы өзгергендей. Бәлкім шаршаған шығар деп өзімді жұбаттым. Оның үйі қаланың шетінде еді. Автобустан түсіп, таныс подъезге қарай бет алдым. Жүрегім біртүрлі бір нәрсені сезгендей, бірақ себебін түсіне алмадым. Есікті ашқан кезде үйде тыныштық болды. Бірақ дәл сол сәтте мен естідім. Күлкі, ер адамның күлкісі. Мен шок боп қалдым. Бұл күлкі маған таныс сияқты, өте таныс. Бөлмеге жақындаған сайын жүрегім қаттырақ соға бастады. Есік сәл ашық екен. Іштен дауыстар естілді. Бірі әпкемнің дауысы, ал екіншісі мен есікті ақырын итеріп аштым да ішке қарадым. Сол сәтте көзім қарауытып кетті. Өйткені диванда отырған адам Ернар еді. Мен бір сәтке қозғала алмай қалдым. Ернардың сол жерде отырғаны менің әпкем Айгүлдің үйінде. Бәрі миыма сыймай тұрды. Диванда екеуі де мені көрген жоқ. Олар бір нәрсе туралы жайбарақат сөйлесіп отырды. Тіпті күліп те қояды. Сол күлкі маған бұрынғыдай емес, бөтен, суық естілді. Айгүл қолындағы кесесін үстелге қойып, Ернарға бірдеңе деді. Ол басын изеп телефонын қарады. Сол сәтте менің жүрегім бір рет тоқтап қалғандай болды. Оның телефонында мен күнде көріп жүрген фон суреті емес, мүлде басқа сурет тұрды. Мен кері шегінейін деп едім, бірақ еден сырқырап кетті. Екеуі де бір мезетте есік жаққа қарады. Айгүлдің мені көргенде бір секундқа қатып қалды. Ал Ернар ол орнынан жай ғана тұрды. Ешқандай шошу жоқ, ешқандай түсіндіру жоқ. Тек тыныштық. Сен мұнда не істеп жүрсің? Дедім әрең. Даусым өзіме де бөтен естілді. Айгүл Ернарға қарады да қайта маған бұрылды. Бірақ ол ештеңе айтпады. Сол үнсіздік маған бәрінен ауыр тиді. Ернар ақырын ғана сөйледі. Біз сөйлесуіміз керек еді. Не туралы деп мен даусымды көтеріп жібердім. Мен білмейтін қандай сөйлесу бар. Айгүл орнынан тұрып бір қадам маған жақындады. Бірақ мен оны алғаш рет өз әпкем емес, бөтен адам сияқты көрдім. Көзіме жас толып үйден атып шықтым. Артынан біреу шақырғандай болды, бірақ тоқтамадым. Баспалдақпен төмен түсем дегенше тынысым тарылып кетті. Телефоным бірнеше рет шырылдады. Алдымен Ернар, кейін Айгүл. Екеуінің де қоңырауын қабылдамадым. Қазір олардың айтатын ешбір сөзі маған маңызды емес еді. Саябақтағы орындыққа отырып, өзімді қолға алуға тырыстым. Басыма қайта-қайта бір көрініс келе берді. Әпкем мен күйеуімнің бір үйде күліп отырған сәті, кеш батқанша далада жүрдім. Үйге оралғым келмеді. Ақыры түнге қарай пәтерге келдім. Үй іші бос екен. Ернар әлі келмепті. Ас үйге кіріп су іштім. Сол кезде хабарлама келді. Жүрегім шымета қалды. Бұл Айгүлдің номері. Мені тыңдамай кетіп қалғаның дұрыс болмады. Көргеніңнің бәрі сен ойлағандай емес. Ертең сағат 4-те ескі вокзалдың жанындағы кафеге кел. Жалғыз кел. Егер келмесең, кейін қатты өкінуің мүмкін. Қатты бірнеше рет оқып шықтым. Бұл не, ақталу ма, әлде жаңа өтірік пе? Сол сәтте есік ашылды. Ернар кіріп келді. Біз үнсіз бір-бірімізге қарадық. Сосын оның назары қатқа түсті. Жүзі күрт өзгерді. Ол саған жазып үлгеріпті ғой, деді баяу. Мен қабағымды түйдім. Нені жазып үлгерді? Ернар бір сәт ойланып қалды. Демек, Айгүл саған шындықты өзі айтқысы келеді екен, деді. Ертеңінде қатта көрсетілген жерге бардым.
Бармасам да болар еді, бірақ ойымдағы сұрақтарға жауап керек болды. Кафенің бұрышындағы үстелде Айгүл жалғыз отыр екен. Мені көргенде орнынан тұрды. Көзінен ұйықтамағаны көрінеді. Мен қарсысына үнсіз отырдым. Айтар сөзіңді айт, дедім суық үнмен. Айгүл біраз уақыт үнсіз қалды. Мен кінәлімін, деді ақыры. Қанша ақталсан да жасағанымды өзгерте алмаймын. Мен ештеңе демедім. 1 жыл бұрын басталды, деді ол төмен қарап. Алғашында жай сөйлесетінбіз. Сен туралы, отбасы туралы. Кейін жиілеп кетті. Өзім де қалай болғанын байқамадым. Жүрегім ауырып кетті. 1 жыл, дедім әрең әр сөзді айтып. Айгүл басын изеді. Иә, сол сәтте мен үшін бәрі бітті. Бұл кездейсоқ қателік емес еді. Бір күндік әлсіздік емес. 1 жыл бойы жасырылған сатқындық болатын. Ернарда сені жақсы көретінін айтты, деді ол көзіне жас алып. Бірақ ол ренжіткісі келмеді. Мен ашуланып тұрсам да күліп жібердім. 1 жыл бойы алдап жүріп, ренжіткісі келмеді ме? Айгүл жылап жіберді. Кешірші, өтінемін. Мен күнде өзімді жек көріп жүрдім. Мен орнымнан тұрдым. Сенің жылағаның менің жоғалтқан сенімімді қайтармайды. Біз әпкелі сіңілі емеспіз бе? Едік, дедім оның сөзін бөліп. Айгүлдің жүзі бозарып кетті. Мен сені де, оны да кешіре алмаймын. Өйткені бөтен адамның жасаған опасыздығы ауыр болса, туған адамның сатқындығы одан да ауыр екен. Сөмкемді алып шығып кеттім. Артымнан шақырған дауыс естілді, бірақ бұрылмадым. Кафеден алыстап бара жатқанда телефоныма хабарлама келді. Жіберуші Ернар. Мен ашып оқыдым. Бір ғана сөйлем жазылған екен. Айгүл саған бәрін айтқан жоқ, деп айтты. Ернардың Айгүл саған бәрін айтқан жоқ деген хабарламасынан кейін мен ештеңе сұрамадым. 1 жыл бойы алданғанымды білгеннен кейін қандай шындық болса да ештеңені өзгерте алмайтынын түсіндім. Келесі аптада ажырасуға өтініш бердім. Айгүл бірнеше рет хабарласты, кездескісі келді. Кешірім сұрады, бірақ мен жауап бермедім. Кейбір жараның жазылуы үшін одан алыстау керек екен. Құжаттар рәсімделіп болған соң көптен бері ойлап жүрген шешімді қабылдадым. Басқа қалаға көштім. Жаңа жұмыс таптым. Жаңа пәтер жалдадым. Жаңа өмір бастадым. Алғашқы айлар қиын болды. Кейде түнде оянып кететінмін. Кейде өткен түндер есіме түсетін. Бірақ уақыт өте жүрегімдегі ауырлық азая бастады. Бір күні терезенің алдында отырып, күннің батқанын қарап отырдым. Сол сәтте түсіндім. Мен олардың кесірінен өмір бойы бақытсыз болып қалуға міндетті емеспін. Олар өз таңдауын жасады, ал мен өзімді таңдадым. Телефонымда бұрынғы суреттер әлі сақтаулы тұр еді. Бір сәт қарап отырдым да бәрін өшіріп тастадым. Жыламадым да, өкінбедім де. Тек терең демалып күлімсіреп қойдым. Өйткені кейде өмірдегі ең ауыр сатқындық адамды құлатпайды. Керісінше бұрынғыдан да мықты етеді. Ал сол түні мен өткен өмірмен бір жола қоштастым. Енді артқа мүлде қарамаймын.